Бүйрек ауруының түрі көп. Қабынады, төмен түседі, құм тас жиналады. Бұлардың белгілері мен емі де бірдей емес. Бүгінгі видео ақпаратымда бүйректегі құм туралы толық мәлімет алатын боласыздар. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Бүйректегі құм, несеп тас ауруының алғашқы көрінісі. Егер ем уақытында қабылданбаса, адамның өмір сүру салты өзгеріп, бүйректе тас пайда болады. Бүйректегі құмның пайда болуының бірнеше теориялары бар. Олардың көпшілігі тамақтануға, су балансына, инфекцияларға және басқа қолайсыз факторлардың әсерінен болады. Зәрдің реакциялық түрінің өзгеруі ұсақ құмның түзілуіне жағдай жасайды. Сонымен қатар, ет тағамдарын пайдалану зәрдің қышқылдануына, ал сүт пен өсімдік тағамдары сілтіленуіне әкеледі. Бүйректегі құм ұзақ уақыт бойы байқалмауы мүмкін. Жалпы бүйрекке құмның жиналуына мына факторлар әсер етеді. Зат алмасудың бұзылуы, несеп қышқылының көбеюі, магний элементінің жеткіліксіздігі, қуық асты безінің қалыптан тыс ұлғаюы, қалқанша бездерінің гиперактивтілігіне байланысты ағзадан кальцийдің шамадан тыс шығарылуы, несеп жыныс жолдарында қан ұйғыштарының пайда болуы, бөгде заттардың болуы, созылмалы қабыну және инфекция, бүйрек жұмысының өзгеруі, тұзды, сүт өнімдерін және жануарлар ақуыздарын шамадан тыс тұтыну себеп болады. Бүйрекке құмның жиналғанын қалай білеміз? Жоғарыда айтып өткеніміздей, бүйрекке құмның жиналғаны білінбеуі мүмкін, бірақ мына белгілер арқылы білуге болады. Бел аймағында ауырсыну, зәрде қан түйіршіктерінің жасушаларының пайда болуы, дизурия, зәр шығару кезінде ауырсыну және ыңғайсыздық, жиі және баяу зәр шығару. Одан бөлек, велосипед тепкенде, биікке шыққанда, жүгіргенде, секіргенде де ауру байқалады. Осы белгілер байқалса, дереу дәрігерге тексерілу керек. Бүйрекке құмның пайда болуына не себеп болады? Оны бір сөзбен немесе бір ғана себеппен түсіндіру мүмкін емес. Құмның пайда болуына көп жағдайлар әсер етеді. Мысалы, энергиясы жоғары және консервіленген тағамдар тұтыну, майда еритін А, Д дәрумені мен аскорбин қышқылының тапшылдығы, суды тым аз ішу, көп терлеу және сусыздану, гиподинамия, кіші дәретке уақытында бармау, бүйректің созылмалы қабынуы себеп болады. Әдетте, несеп буферлік жүйелердің әсерінен тұз кристалданбайтын су физиологиялық ерітіндісі болып табылады. Көбінесе, зәр шығару жолындағы тоқырау процестері буферлердің белсенділігін бұзуы мүмкін. Салдарынан құм пайда болады. Бүйректе құмның бар екенін анықтау үшін ультрадыбыстық сканерлеу арқылы анықталады. Бүйректегі құмды қалай түсіреміз? Бүйректегі құм адамның өмір сүру салтын өзгертеді. Сондықтан, қандай да бір жайсыздықты байқасаңыз, дереу дәрігерге тексеріліңіз. Жалпы, бүйректегі құмды түсіруге болады, егер ауруды басталған кезде анықтасаңыз, консервативті ем қабылдайсыз. Ол кезде зәр мен қанның биохимиялық көрсеткіштерін қалыпқа келтіруге бағытталған дәрі қабылдайсыз. Одан бөлек, дұрыс тамақтану, су режимін сақтау, физиотерапия жаттығуларын жасау ұсынылады. Ал асқынған жағдайда хирургиялық емге жүгіну мәжбүр боласыз. Бүйректегі құм тасқа айналғанда тек ота арқылы тасты алуға тура келеді. Аурудың алдын алу үшін күніне кем дегенде 2,5-3 литр сұйықтық ішіңіз. Күніне бірдей тағам жеуден сақтаныңыз. Тамақтану мәзіріңізді түрлі тағаммен толықтырасыз. Уролог дәрігермен кеңесе отырып, дәрумендер мен минералдарды қабылдаңыз. Дәрігеріңізбен кеңесіп, бүйрек тас ауруы кезінде мына диеталық тағамдарды пайдалансаңыз болады. Диеталық қырыққабат сорпасы. Бұған қажетті өнімдер қырыққабат, 1 дана сәбіз, 1-2 бас пияз, 1 дана кәді, 1-2 дана шалқан, яғни репа, тарна өсімдігі, брюкова, яғни кефир немесе простокваша, аскөк,
Дайындалуы: барлық көкөністерді үккіштен өткізіңіз. Содан соң қазанға салып, салқын су құясыз. Қазанды отқа қойып қайнату керек. Көкөністер пісіп шыққанша қайнатасыз да ыдысқа құйып іше бересіз. Сорпаға кефирді, аскөкті қосуды ұмытпаңыз. Күріштен жасалынған котлет. Қажетті өнімдер: 250 грамм тауық еті, 30 грамм күріш және жұмыртқа. Дайындалуы: ең алдымен етті ет тартқыштан өткізіп алыңыз, ал күрішті жартылай піскенше қайнатасыз. Сосын күріштің жартысын етпен бірге ет тартқыштан өткізіп жіберуге болады. Дайын болған фаршты екіге бөліп котлеттер жасап шығасыз. Енді жұмыртқаны қайнатып тұраңыз. Туралған жұмыртқаны күріштің қалған жартысымен араластырып, жасалған котлеттердің ортасына салу керек. Сосын бәліш секілді орап, буға пісіріп ала бересіз. Яғни манты қазанға салып пісіруге болады. Асқабақ пен тары ботқасы. Қажетті өнімдер: 1,5 стакан тары, 750 грамм асқабақ және су. Дайындалуы: асқабақтың қабығын аршып, суға салып қайнатады. 15 минуттан соң осы қайнатпаға тазалап жуылған тарыны салады. Тұз қосып тағы 15-20 минут қайнатқан дұрыс. Дайын болған ботқаны оттан алып, жарты сағаттай орап қою керек. Содан кейін ғана жеуге болады. Тағы да айтарым, бұл өнімдердің барлығын ең алдымен дәрігеріңізбен кеңесіп, содан кейін қолданыңыз. Негізі, дұрыс тамақтану арқылы көптеген ауруларға ем жасай аласыз. Ал егер бүйрегіңіз кенеттен қатты ауырған жағдайда, бақбақтан жасалған шайды мүмкіндігінше көп ішіңіз. Ол зәрдің шығуын мейлінше күшейтіп, сонымен бірге тастың шығуына жәрдемдеседі де, қанның бүйрек арқылы айналымын жақсартады. Шайды демдеу үшін бақбақтың 2 шай қасығын бір шыны суға салып 15 минут демдеңіз. Сонымен қатар апельсин немесе су қосылған лимон шәрбатының жарты стаканын тамақпен бірге ішіп тұрыңыз. Бүйрекке тас байланғанда қозғалудың өзі бір азап. Шамаңыз келсе аздап жүріп көріңіз. Ол бүйректен тастың шығуына көмектеседі. Бүйрек адам үшін ең маңызды мүше. Сондықтан оның сау болуы бүкіл ағзаңыздың сау болуының кепілі екенін ескеріңіз. Бүйректі уақытылы емдемесе, несеп тас аурулары дамиды және бүйректегі құм тасқа айналады. Аурудың алдын алу үшін ең алдымен жеп ішетін тамағыңызға өте мұқият болыңыз. Тұз, сүт өнімдері мен газдалған, спиртті сусындарды шамадан артық тұтынсаңыз, бүйрекке зауал келтіресіз. Оның орнына дәнді дақылдарды, көкөніс пен жеміс-жидекті көбірек жеңіз. Күніне кем дегенде 2 литр су ішуді әдетке айналдырыңыз. Оған қоса физикалық белсенділік, жаттығу жасау, жаяу жүру күнделікті жұмысыңызға айналсын. Сонда сіз тек бүйректің ғана емес, бүкіл ағзаңыздың саулығын сақтай аласыз. Сіздермен бірге болған жүз жаса каналы. Сауда саламат болыңыздар, ауырмаңыздар, жүз жасаңыздар. Мені қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.